Білесіздер ме балалар, Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. Бұл біздің бүгінгі тақырыбымыз. Бұл сабақтан біз нені біледі екенбіз? Археологиялық ескерткіштер арқылы қоғамдағы жіктелуді сипаттайтын боламыз. Неге сақ патша алып қорғандар тұрғызғанын білеміз. Зерттеу сұрағы неліктен Шілікті мен Бесшатыр қорғандары деп аталды. Бүгінгі тірек сөз әлеуметтік теңсіздік деген сөз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қорған үйінділері 3 түрге бөлінген екен. Үлкен қорғандар, орташа және кіші қорғандар деп бөлінген екен. Осы қорғандардың биіктігі 6-20 метр болған. Яғни 2 қабатты және 7 қабатты үйлерге тең деген сөз. Енді қорған, қорым, қоныс деген сөзді көріп тұрмыз. Қорғандар патшаға арнайы тұрғызылған алып үйінділер болып тұр. Оба деп те атайды екенбіз. Ал қорымдар елді мекеннің маңындағы қарапайым адамдар жерленген. Қоныс дегеніміз ежелгі елді мекендер екен. Бұлардың барлығы археологиялық заттай деректерге жатады. Енді осы археологиялық зерттеулер сақ қоғамы туралы қандай деректер береді? Сақ қоғамы 3-ке бөлінген екен. Жауынгерлер, абыздар, егіншілер. Жауынгерлер қызыл түсті киім киген, абыздар ақ түсті киім киген, егіншілер мен малшылар көк және сары түсті киімдер киген. Жауынгерлер қандай қызмет атқарды? Елді қорғады және елдің қауіпсіздігіне жауап беріп отыр. Абыздар діни істермен айналысса, егіншілер мен малшылар шаруашылықпен айналысты. Жалпы грек тарихшысы Ктесий патшайым Заринаның мәйітінің үстіне алып пирамида тұрғызылды деп айтқан. Оның үстіне алып мүсін орнатылды деп жазып кеткен екен. Сонда сақтардың тарихын көбінесе біз парсы, грек, рим тарихшыларының дерегінен біледі екенбіз. Билік пен байлық кімдердің қолында болған дейді. Билік пен байлық ақсүйектер, көсемдер, патшалардың қолында болды. Оны біз қайдан білеміз? Археологиялық заттай деректерден қазба жұмысы кезінде табылған заттар арқылы біледі екенбіз. Енді біздің Қазақстан жері тарихи жәдігерлерге бай. Біз Қазақстан жерінен 7 алтын адам табылған. Ең алғашқы алтын адам әлем ғалымдарын таңғалдырған, тоналмай сақталып тұтас күйінде зерттелген Есік обасынан табылған алтын адам екен. Енді мына жерде бірінші деп тұр. Батыс Қазақстан жерінде Тақсай ханшайым. Тақсай ханшайым 5-ші ғасырларда өмір сүрген. Мына жерде екінші Ханзада Елеке сазы дағдары. Қай ғасырда өмір сүрген? 8-ші ғасырда өмір сүрген. 3-ші Шығыс Қазақстан жерінен табылған, көріп тұрмыз. 3-ші алтын адам Шілікті әміршісі. Қолында аса таяғы жамылғысымен. Тағы да Шығыс Қазақстан жерінен табылған 4-ші Үржар ханшайым. 5-ші 4-ші ғасырға жатады. Шілікті әміршісі 7-ші 6-ші ғасырларда өмір сүрген екен. Одан кейін Шығыс Қазақстан жеріндегі тағы да 5-ші кім? Берел сұлуы 4-ші 3-ші ғасырда өмір сүрген. Талды ханзадасы Қарағанды жерінен табылған. Қай ғасырда өмір сүрген? 7-ші 6-шы ғасырда өмір сүрген. Енді мына жерде 7-ші алтын адамымыз Аралтөбе, Жылой ауданы, 40 жастағы көсем, Сармат көсемі 2-ші 3-ші ғасырларда өмір сүрген екен. Кейбір алтын адамдар тоналғандықтан алтын жәдігер деп атау да ұсынылған екен. Енді бұларды зерттеген археологтар кімдер? Өзін қосымша зерттеу жүргіз. Хронологиясын жазып қоямыз. Әлеуметтік мәртебесіне қарай орналастыр. Бұнда жауынгерлер дейді. Бұл жауынгер ма? Жоқ. Бұл кім? Абыз. Үстінде қандай түсті киім? Ақ түсті.
Бұның ерекшелігі не? Қолындағы асатаяғы және тостағаны болу керек болған. Сонда абыз мына жерде тұру керек, а? Енді мына жерде кімді көріп тұрмыз? Көк түсті және сары түсті киінген. Ол егіншілер мен малшылар. Сонда егіншілер мен малшыларды бұл жаққа орналастыруымыз керек. Ал мына жерде кімді көріп тұрмыз? Сақ жауынгерлері, қызыл түсті киім киген сақ жауынгерлері болатын. Сәйкестендіріп дәптерге түртіп жазып қоямыз. Келесі суретпен жұмыс жасап жіберейік. Суретте нені көріп тұрмыз? Суретке мұқият қарайық. Үйінді, оның ішкі қабаттарын көрсетіп тұр. Суретте не бейнеленген? Қорым бейнеленген. Бұл құрылыстың ерекшелігіне де бірнеше қабаттардан тұрғаны ерекшелік. Және мына шығыс жақтан кіретін есігі болады. Өзінің арнайы табыт, ағаш табыт болады ішінде. Тұлғаны жатқызған. Бұл құрылыстың ерекшелігі неде? Алып үйінді болғандықтан. Кез келген адамды бұндай қорғандарға, обаларға жерлемейді. Ерекшелігі сол. Бұл жерде кімдер жерленеді мүмкін? Әрине, патшалар, көсемдер жерленеді. Енді осы бетте біздің қорғанға байланысты екі термин сөзіміз бар. Соны тауып, дұрыс жауапты комментарийге жазып, номеріңізді қалдырыңыз. Біздің сыйлығымыз бар. Келесі тапсырмамыз шілікті және бес шатыр. Енді бұл неге бес шатыр деп аталды? Бұл қорған неге шілікті деп аталды? Өйткені табылған жер атауына байланысты, немесе табылған жәдігерге байланысты, ерекше жәдігер болса, атауын атайды екен. Көбінесе қорғандарды табылған елді мекенге байланысты атайды екен. Бұл жерде 4-ке дейінгі сан тұр. Әріптерді жазып, дұрысын орындап, орналастырып шығамыз. Бес шатыр қорғаны қайсы, шілікті қорғаны қайсы екен табамыз. Дұрыс жауапты комментарийге қалдырсаңыз болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.